Тәуліктің қай мезгілі болса да, бұл қызметтің жұмысы бір сәтке де тоқтамайды. Бірі ауырып хабарласса, енді бірі жақыннан көмек сұрайды. Жетісу облысында жедел жәрдем қызметіне күніне 1300-ге жуық шақырту түседі. Ал өңір бойынша 69 бригада өміріне араша түсу үшін үздіксіз қызмет атқарып келеді. Жауапкершілігі жоғары саланың тынысымен тілшіміз Гаухар Серікқызы танысып қайтты. Облыстық жедел жәрдем диспетчер 3074. Бас ауырып, балтыры сыздағандар ең алдымен 103 нөміріне хабарласады. Ал қоңырау түскен сәттен бастап мұнда әр секунд санаулы. Диспетчерлер өтінішті қабылдап, науқастың жағдайын нақтылап, жедел жәрдем бригадасын тиісті мекен-жайға бағыттайды. Бұл жұмыс шапшаңдықты талап етеді, қыз-жігіт деп те бөлінбейді. Бастысы жылдам әрекет ету, нақты шешім қабылдау және жоғары жауапкершілік. Кез келген шақырту алдымен диспетчерлік орталыққа қабылданады. Мұнда мамандар науқастың жағдайын сұрап, мекен-жайын нақтылап, шақыртудың шұғылдық деңгейін анықтайды. Осыдан кейін ең жақын орналасқан бригада дереу жолға шығады. Қажет болған жағдайда диспетчерлер алғашқы көмек көрсету жолын телефон арқылы түсіндіреді. Жедел жәрдем фельдшер ретінде біз үшін әрбір шақырту ол үлкен тәуекелмен қауіп-қатерге толы сәт. Біз себебі алда ешқашан қандай жағдай күтіп тұрғанын білмейміз. Адам өмірін сақтап қалу ол мүмкін бола бермейді. Және де мұндай жағдайларда науқастың тарапынан, туыстарының тарапынан келетін қысым ұзақ уақыт бойы жадыда сақталады. Соған қарамастан өз қауіпсіздігімізді біз жиі екінші орынға қоямыз. Ең алдымен науқастың өмірін сақтап қалуды ойлаймыз. Мамандар тәуліктің кез келген уақытында шақыртуға шығып, жолдың алыстығына, ауа райының қолайсыздығына қарамастан науқасқа дер кезінде жетуге тырысады. Кейде бір мезетте бірнеше шұғыл шақырту қатар түседі. Ал ауыр жағдайдағы науқастарға алғашқы көмек көрсету кезінде әр секунд қымбат. Осындай жоғары жауапкершілікпен қарбаласқа қарамастан мамандар күн сайын адам өмірі үшін күресіп келеді. Басқа жаныңызда ешкім болған жоқ па? Дәрілік препараттарға аллергия жоқ па? Хронический ауруларыңыз бар ма? Учетта тұрасыз ба? Жолда жүрген жүргізушілерге айтарым, жол беріп, кішкене елеп ескеріп, айналарыңызға қарап жүрсеңіздер, бізге жол керек. Біздің де жұмыстың ауырлығы, жаңағы фельдшердің да және пациенттің да сақтығы біздің қолымызда. Ол кісілерді фельдшерлар дер кезінде жеткізіп, пациенттерді дер кезінде ауруханаға жеткізуге тырысамыз біз. Тәулігіне бір жедел жәрдем бригадасы орта есеппен 30-ға жуық шақыртуға дейін шығады. Бұл тынымсыз қозғалыс, үздіксіз жол үсті және әр минутты тиімді пайдалану деген сөз. Бір тәулік ішінде мамандар ондаған адамның өміріне араша түсіп, түрлі ауыр жағдайларға жедел әрекет етеді. Осындай жүктеменің өзі-ақ саланың қаншалықты салмақты әрі жауапты екенін айқын көрсетеді. Гаухар Серікқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы.